Жұлдыздар әлемінен жарқ-жұрқ еткен жаңалықтар. Сүйінші Иманбек отау құрды. Қазақстаннан шыққан жалғыз Грэмми иегері Айша Бибі есімді бикешті қолына қондырды. Әлеуметтік желіге қалыңдықтың ұзату тойынан видеолар тарап, екі жас көпшіліктің жылы лебізіне бөленді. 2021 жылдың қаңтарында сүйіктісі туралы бақыт тыныштықты жақсы көреді, ертеме кешпе өзім көрсетем деген еді. Алайда Бауыржан Жансейітов есімді Facebook қолданушысы имекеңді ақпарат әлемінде шаңғаптырып кетті. Қуанышы қойнына симай кеткен ол, біз енді құдаларымыз, Айша бибіміз Иманбекпен той жасады деп жар салды. Не болса да көрдік, білдік, енді тойдан сапасы жақсы суреттер күтеміз. Ал Ақтөбеде саф өнердің сал серісі Димаш Құдайбергенге арналған 18 метрлік мурал пайда болды. Бөгенбай Батыр көшесіне сән беріп тұрған сурет поп-арт стилінде салынған. Бейне ұзақ сақталу үшін температура ауысымдарына шыдамды аэрозольді бояу қолданылған. 9 қабатқа созылған портреттің дүниеге келуіне Ақтөбе облысы әкімдігі мұрындық болғанмен қаржылық қолдау демеушілерден екен. Инвесторлар ылғи біраз журналистің аузына осылай қақпақ болып жүр. Ал ақтер-көктер болған Алматы Creative Bureau мен Q88 урбанистер ұйымы. Айта кетейік, бұл мурал ең алыбы болғанмен ең біріншісі емес. Осыған дейін Ақтөбенің 150 жылдығына бір мурал, Алматыда бір мурал, Қарағандыда бір стрит-арт көше көркіне көріп қосып тұр. Музарт тобы гастрольдік сапарда жүріп қызық жағдайға тап болды. Қарағандыдағы концертте жайлау гүл кештерін айтып тұрғанда сахнадағы әншілерге ең артқы қатардан бір ақсақал келіп қосылды. Лық толы зал атамызға да, әнші ұлдарына да дән риза болып қошеметін аямады. Музарттықтардың қарапайымдылығы мен кең көңілі халық алақанында әлі талай жылдар жүретініне кепілдік бергендей. Ал көрші Ресейде Пугачева бастаған біраз жұлдызы маңдай термен тапқан мемлекеттік марапаттарынан айырмақ. Елдің мәдениет министрлігі 24 ақпаннан кейін федерация территориясынан кеткен Галкин, Макаревич, Слепаков сынды біраз өнерпаздың барлық атаға бір ойын сызып тастайтын заң жобасын жасап жатыр. Бұл соғыс қимылдарына қарсы шыққан Ресейдегі Меладзе сияқты әртістерге де қарата айтылған сыңайлы. Қауесет бойынша азаматтығынан да айыру жазасы қарастырылуы мүмкін екен. Айта кетейік, Алла Максим жұбы да рок әнші Андрей де қазір Израильде жүр. Шетелдік жұлдыздарды шолып шығайық. Грэммиден тау жасаудың ар жақ бер жағындағы Тейлор Свифт өзінің 10-шы ән жинағын тыңдармандарына ұсынды. Midnight деп аталатын топтама махаббатқа мас болып ұйқысыз өткен түндерге арналған. Ішіндегі 13 ән бір аптаның ішінде альбомды 2022 жылдың үздіктері қатарынан көрсетті. Алғашқы аптада Тейлор салған әндер 700 миллион рет тыңдалып, 204 мың данасы сатылымнан пайда келген. Алайда бұл альбомда дау-дамайсыз тыныш жатпады. Ішіндегі Anti-Hero әніне түсірілген бейнебаянда Fat, яғни май сөзін теріс кемсіту мағынасында қолданды деп 32 жастағы әншіні айыптағандар көп болды. Нәтижесінде бейнеклип қайта монтаждалды. Ал артық салмағынан құтылып, өзін спорт сүйер әнші ретінде танытқан Адель I Drink Wine шарап ішемін әніне көлшікте жатып бейнебаян түсірді. How come we both become a version of a person we don't even like? Шығарма 34 жастағы әншінің бұрынғы күйеуі Симон Канекимен айырылысынан кейінгі қиын сәттерді сипаттайды. Валентино бренді арнайы тігіп сыйлаған алтын жылтыр көйлек, үрлемелі шеңбер, синхронды қозғалатын сүңгуірлер клипке ерекшелігі келгені даусыз. Содан бекен 3 күн ішінде 9 миллионға жуық қаралым жинады. Қаралымды миллиондап жинаған тағы бір бейнебаян көптен көрінбей кеткен Bad Girl Рианаға тиесілі. Қара Пантера Ваканда мәңгілік фильміне саундтрек болып шығатын ән Lift Me Up, мені қолда, мені көтер деп аталады. Lift me up,
Атақты фильм элементтерімен араласқан бейнебаянда оттың қасында қолаң шашы желбіреп, крем түсті корсет, макси белдемше мен үлкен өлшемді пальтода Рианна тұр. Сазгерлер қатарында өзі де болғаннан кейін бе, әлде шығарманың Чедвик Боузман секілді қапияда кеткен жандарға арналғаннан соң ба, әннен ерекше жылу сезіледі. Тыңдармандар тіпті келер жылы Оскардың үздік саундтрек номинациясында Рианна іліп алып кетеді деген болжам жасап жатыр. Не болса да оян айтады, оян талдайды. Оян да ақпаратқа қанық бол.